Қыз ұзату тойы қаладағы ең үлкен мейрамханалардың бірінде өтіп жатты. Зал шамдары жарқырап, музыка тоқтаусыз ойнап тұр. Қос құдақдағи бір үстелде қатар отырмыз. Бәрі сырттай тату, бәрі мәдени. Ешкім іште не жатқанын білмейді. Менің көңілім алаңсыз еді. Қызым ұзатылып жатыр. Жылағым да келеді, қуанғым да келеді. Қонақтар кезек-кезек тілек айтып, микрофон қолдан қолға өтіп жатты. Күйеу баланың әкесі, қыдам, байсалды, сөзге шешен адам. Үнем салмақты, артық сөйлемейтін. Кезек соған келгенде, зал іші тына қалды. «Құрметті ағайын», деді ол даусын нығырлап. «Бүгін екі жастың ғана емес, екі әулеттің тағдыры тоғысты». Бәрі бас изеп жылы жымиды. Әдеттегі құттықтау секілді басталды. «Бірақ», деп ол сәл кідірді. Көзі маған қадалды. Жүрегім шым ете қалды. Неге маған қарап тұр? «Мен бір шындықты жасыра алмадым», деді ол. «Бүгін айтпасам, енді айта алмай қалам». Зал гу ете қалды. Біреулер күліп, «Құда қызу шығар» дегендей сыбырлады. «Құдағи», деді ол мені тікелей атап. «Сізді алғаш көрген күннен бері ерекше құрметтеп келемін. Тек құрмет емес, ұнатамын». Музыка бір сәтке өшіп қалғандай болды. Қолымдағы бокал дір етті. Жанындағы күйеуім маған бұрылып қарады. Құдағидың жүзі аппақ болып кетті. «Бұл сезім бүгін туған жоқ», деді ол еш қысылмай. «Жүректе жүрген шындық». Залда отырғандар бір-біріне қарап, не істерін білмей қалды. Біреулер жымиып, әзіл ғой дегендей күліп отыр. Бірақ оның көзі күлмеді. Бұл әзіл емес еді. Тамадамыз жағдайды құтқаруға тарсып. «Міне, құдалардың сыйластығы қандай», деп сөзді бұрып әкетті. Қонақтар қол соқты. Бірақ сол қол соғудың астарында түсінбеушілік бар еді. Мен орнымнан тұрып, жымиып бас изедім. Ішімде дауыл соғып жатса да, сырттай сабыр сақтадым. Қызымның тойы. Бұл күнді ештеңе былғамауы керек. Бірақ кеш бітпей жатып, мен құдағидың жанарынан өрт көрдім. Ол маған тіке қарамай отырды. Ал құдам болса, сөзін айтқаннан кейін ерекше жеңілдеп қалғандай, қайта-қайта маған көз тастайды. Сол сәтте мен бір нәрсені анық түсіндім. Бұл жай ғана тойдағы мас адамның сөзі емес. Бұл басталған нәрсенің алғашқы қадамы. Той жалғаса берді. Ән айтылды, би биленді. Бірақ мен үшін сол кеш екіге бөлінді. Құданың сөзінен бұрынғы өмір және одан кейінгі өмір. Той түн ортасына дейін созылды. Сырт көзге бәрі қалыпты көрінгенімен, зал ішіндегі ауа өзгеріп кеткен еді. Қонақтар тарай бастағанда әр үстелдің шетінде бір-біріне еңкейіп сыбырласқандар көбейді. «Естідің бе? Шынымен айтты ма? Әзілге ұқсамады ғой». Бұл сөздер маған жетпей қоймады. Мен күйеуіммен бірге қонақтарды шығарып салумен әуре болып жүрдім. Ол үндемейді. Кейде маған бір түрлі көзбен қарап қояды. Сол көзқарас ішімді тырнап өтеді. Мейрамхана алдында түнгі ауа салқын еді. Қонақтардың көліктері бірінен соң бірі кетіп жатты. Құда мен құдағи да шығуға ыңғайланды. Құдағи маған қарамай, қызын құшақтап, кес-тез қоштасты. Оның қолының дірілін байқадым. Ал құда, ол бәрінен кейін қалды. «1 минут сөйлесуге бола ма?» деді жай ғана. Күйеуім басқа жақта біреумен сөйлесіп тұрған. Мен іштей қарсы болсам да бас изедім. Біз мейрамхананың қапталындағы жарығы көмескі бұрышқа қарай жүрдік. Музыка алыстан ғана естіледі. «Кешіріңіз», деді ол бірден. «Бірақ айтқаныма өкінбеймін». «Сіз не істегеніңізді түсінесіз бе?» дедім даусымды әрең ұстап. «Бұл балалардың тойы». «Мен ешкімді қорлаған жоқпын», деді ол сабырмен. «Жүректегі шындықты айттым. Сізді құрметтеймін. Жай құрмет емес». «Тоқтаңыз», дедім қатқыл. «Бұл әңгіме осы жерде бітсін». Ол маған тік қарап тұрды. Көзінде мас адамның тұманы жоқ. Керісінше, анық, байыпты. «Бұл сезім бүгін туған жоқ», деді баяу. «Қыз алысып, құда болған күннен бері сізге көңілім ауған. Бүгін тек жасыра алмадым». Жүрегім тарс-тұрс соғып кетті. «Сіздің отбасыңыз бар», дедім. «Менің де». «Отбасы бар, бірақ жылу жоқ», деді ол ауыр күрсініп. Кейде адам өмірінде кеш түсінетін шындықтар болады. Сол сәтте мейрамханадан күйеуім шығып келе жатқанын көрдім. «Бұл әңгімені енді қозғамаңыз», дедім тез. «Бәрін ұмытыңыз». «Мен ұмыта деді ол сыбырлап. Күйеуім бізге жақындағанда құда бірден ресми киіп киінді. «Құда, керемет той болды» деп қолын қысты. Күйеуім жымиғанмен көзінде күдік пайда болғанын сездім. Үйге қайтар жол үнсіз өтті. Көлікте тек мотор дыбысы. «Не айтты?» деді күйеуім кенет. «Жай
кешірім сұрады, дедім қысқа. Солай ма? Деді ол, сенер сенбесін білмей. Үйге кірген соң, той көйлегімді шешіп жатып, айнаға қарадым. Өзіме өзін бөтен сияқты көріндім. Телефоным дір етті. Белгісіз нөмірден хабарлама. Мен айтқан сөздеріме жауап күтпеймін, бірақ бұл сезім шын. Сізге ауыр тигенін білемін, сонда да үнсіз қала алмадым. Нөмірді бірден таныдым, қолым мұздап кетті. Тойдан кейінгі таң ашық күн сияқты болды. Бірақ менің ішімде бұлт үйіріліп тұрғандай еді. Әлі де тойдағы сөзінің әсері басыла қоймаған. Телефон дірілдеді. Құдағи қоңырау шалып тұр. Сәлеметсіз бе? Біз сөйлесуіміз керек, деді дауысы салқын, еш эмоциясыз. Мен бір сәтке үнсіз қалдым. Оның дауысы өзімен бірге салмақ пен қатаңдыға келгендей. Біз ештеңе болған жоқ, дедім абайлап. Сізге бәрін түсіндірдім ғой. Түсіндірдіңіз, бірақ бұл жеткіліксіз, деді ол. Сенім жоқ. Бұл жолы шекараны білмегеніңіз үшін ескерту жасаймын. Мен ішімде шыр айналып, өзімді қорғауға тырыстым. Шекараны бұзған жоқпын. Тойда бәрі рәсімдік сөздер болды. Рәсімдік сөздер? Ол мықтап үміліп қарады да, үнін қатайтып жіберді. Мен бәрін көрдім, және бұл тек бастамасы емес. Құданның шындықты айтуы сізге сигнал, сізге жол ашылды деп ойламаңыз. Мен не айтарымды білмей, тынысымды ішке тартып қойдым. Құдағидың үнсіздігі мен суықтығы ішкі жанымды қысқандай болды. Оның сөздері мені қорқытып қана қоймай, абай болуға мәжбүрледі. Күні бойы телефон қолынан түспеді. Көршілер, таныстар, бәрі тойдағы оқиға туралы сыбырлап жатқандай көрінді. Бірақ құдағидың салқын үнінде тек қана қорқыныш емес, бір бақылау бар екенін түсіндім. Сол күні мен тек бір нәрсені білдім. Тойдағы құданың ашық сөздері тек бастамасы ғана еді. Енді нағыз сынақ құдағидың суық көзқарасы алдында өзімді қалай ұстайтын болатын. Кешке үйде отырып мен бірақ ойладым. Бұл оқиға жай ғана сөзбен бітпейді. Келесі күн үйге ерекше тыныштықпен кірді. Таңғы кофе үстінде күйеуім менің үстіме бірнеше сұрақ тастап, бір сәтке үнсіз отырды. Оның көзқарасы өзгеше еді, алаңдаулы, сәл күдікті. Сіз бірдеңе сездірдіңіз бе? Деді ол кенет. Дауысында таңданыс пен сенімсіздік аралас еді. Мен қысқаша ғана, жоқ, бәрі жай ғана тойдағы сөз болды, дедім. Бәрін дұрыс түсін. Бірақ оның көзі мені тіккенде, жүрегім біртүрлі дірілдеп кетті. Ол орнынан тұрып телефонымды сұрап алды да, тойдағы видеоны ашты. Залда құда мен құдағидың жағдайын көрсетер сәттер экранда қайталанып тұр. Менің ішім мұздап, тілім байланды. Мен көріп тұрмын, деді ол ақырын. Бірақ сен айтқандай, бәрі тек рәсімдік пе? Мен сабыр сақтап, бір сәтке терең дем алдым. Иә, бәрі рәсімдік, ештеңе болмаған, дедім. Сеніміңді жоғалтпа. Бірақ көңілі сенбей тұрғанын білдім. Көрші бөлмеден құдағидың дауысы естілгендей болды. Ішімде бір сызат пайда болды. Бірінші рет біздің арасымызда нағыз сенім сызылып, қарым-қатынастың нәзік шекарасы сыналды. Күйеуім менің қолымды қысты, бірақ көзінде бұрынғы тыныштық жоқ еді. Түнді ұйықтағанда мен өзімді бөтен сезіндім. Тойдағы бір ауыз сөз біздің шаңырақта бір сәтке шатқаяқтатып кетті. Сол күні түсіндім. Құданың сөздері тек қана менің емес, біздің арасымыздағы сенімді сынаққа айналды. Кейінгі апта өтпей, құда тағы хабарласты. Бұл жолы тек қоңырау емес, жеке кездесуді талап етті. Әуелі қарсы болдым, бірақ оның дауысы мен байыпты сөзіне қарсы тұру мүмкін болмады. Кездесу кафе бір шетінде өтті. Бір-бірімізге қарап отырдық. Айналадағы адамдардың шуылы мен үшін екінші планда қалғандай. Мен сізге ашық айтқым келеді, деді ол бірден. Тоқтамаймын. Бәрін жасырып қалудың қажеті жоқ. Мен тынысымды терең тартып, сабыр сақтауға тырыстым. Бұл сезім мені бірнеше жыл бойы мазалады. Және мен оны жасырмауға шешім қабылдадым, деді ол баяу. Сізге айтамын, өйткені бұл шындық. Және сізге әсер етуге тырыспаймын, бірақ ашық болу керек еді. Мен басымды шайқап сөз таппадым. Оның көздерінде ешбір масаңдық немесе әзіл жоқ. Бұл шынайы, байсалды сезім. Сізге қол сұқпаймын. Тек айтқым келгені жүрегіңдегі шындық. Күйеуіңізді ренжіткім келмейді, деді ол соңында. Мен бір сәтке өзімді бөтен сезіндім. Сырттай салқын, бірақ ішімде дауыл. Мен бұл туралы ойлануға уақыт қажет, дедім ақырын. Бәрі сіз айтқандай емес. Мен күтемін, деді ол, жеңіл күлкімен емес, байсалды. Бірақ ешқашан ұмытпаймын. Кафеден шыққан соң мен ұзақ жыл бойы ойладым.
Құданың бұл батыл қадамы біздің өмірімізді қайтадан бөлмей ме? Ал күйеуім бұны білсе ше? Әлі де бәрі әлі басталған ғана сияқты еді. Келесі күндері үйде ауа бір түрлі салқын болды. Құда мен құдағи арасындағы әңгімелер бұрынғыдай жылы емес, қатаң қысыммен өтті. Мен өзімді бөтен сезіп, әр қимылымды абайлап жасағандай болдым. Таңғы шай үстінде құдағидың дауысы қатты шықты. Басталған нәрсе тоқтамаған соң, мен өзім шешім қабылдаймын, деді ол. Біз ажырасамыз. Сөздері залда айтылғандай қатты, тіпті менің жүрегімді де дірілдетті. Мен қолымды қысып, тынысымды бір сәттетке ұстап қалдым. Сіз шын айтасыз ба? Дедім ақырын. Шын, деп ол түбегейлі жауап берді. Балалардың да, абыройдың да арқасында көріп отырмыз. Бірақ шындық ашылды. Сезім бар, сенім жоқ. Бәрі бұзылды. Құданың дауысы терең күрсініспен араласты. Ол басын изеп, құдағидың сөзін растайды. Екі отбасының беделі, балалардың абыройы, бәрі қыл үстінде. Мен сырттай сабырлы болуға тырыссам да, ішімде дауыл соғып тұрды. Бір жағынан құданың шын сезімін түсінуге тырыстым. Екінші жағынан құдағидың ашулы дауысы мені қорқытып, жағдайдың қаншалықты ауыр екенін көрсетті. Күні бойы мен өзіме сұрақ қойдым. Құданың ашық сезімі, мен құдағидың қатты шешімі біздің өмірімізге қандай әсер әкеледі? Әр минут сайын оқиға ауырлап, біздің арадағы байланыс сынаққа түсіп жатты. Құда мен құдағидың жанжалы тез арада ауылда, туыстар мен таныстар арасында тарала бастады. Құдалар араласып кетіпті. Тойда бәрі көрініпті деген сыбырлар мені әр қадамда қуып жүрді. Әр кіреберіс, әр дүкен, әр таныс жүзінде бұл әңгіменің әсерін сезіп тұрдым. Жұмысқа барған кезде де жағдай оңай болмады. Көршілер мен әріптестер әдейі емес, бірақ сыбырлап сөз қояды. Кейбіреулер күліп, кейбіреулер таңданыспен қарайды. Жүрегім әрбір сөзде қысылып, өзімді қорғауға мәжбүр болдым. Күйеуім де өзгергенін жасырмады. Ол үйде үнсіз отырды. Кейде менің сөзіме қатаң қарап, кейде басын шайқап қояды. Оның көзіндегі сенімсіздік мені іштен күйдірді. Бірге отырып, жай әңгіме айта алмай қалған сәттер көбейді. Түнде ұйықтар алдында мен терезеден сыртқа қарап, ауыл көшесіндегі жарық шамдарды көрдім. Әр шамның жанында сыбырлар, өсектер тұрғандай сезілді. Ішімде бір тыныштық жоқ, тек қорқыныш пен күдік. Бірнеше апта өткеннен кейін құдамас күйінде тағы да мені іздеп келді. Ол бұрынғыдан да батыл болды. Енді жасырын сөйлемейді, бәрін тікелей айтады. Сол кезде күйеуім бәрін өз көзімен көреді. Сіз не істеп жатырсыз? Деп дауысы дірілдеп шықты. Құда менің жанымда отырып, бар шындықты ашық айтты. Жүрегіндегі сезім тек мені сүйетінін, бірақ бұл мәселеге тек орта жастағы дағдарыс себеп болғанын мойындады. Ол өз отбасына да өкініш білдірді. Бір сәтке бәрі тыныш болды. Күйеуім көздерін күмп етіп, құданың сөздерін қорытып отырды. Мен ішімде бір тыныштық таптым, бірақ сыртқы шу мен қақтығыс одан сайын үдей түсті. Мен ешкімді ренжіткім келмеді, деді құда. Тек шындықты айттым. Енді бәрі ашық болсын. Күйеуім мені құшақтап, бірақ әлі де сенімсіз болды. Құдағидың ашулы дауысы үй ішінде естілді. Ол барлығын біліп қойғандай еді. Бұл кезде мен үшін ең маңыздысы бәрін дұрыс түсіндіру, шындықты ашу. Сол күні мен алғаш рет өзімді сенімді сезіндім. Енді бәрі айқын. Мәселенің түбі ашық, және оны шешу тек біздің қолымызда. Күн сәулесі терезеден кіріп тұрған сәтте мен өзіме соңғы шешімді қабылдауға бел будым. Құданың сезіміне жол беруге болмайтынын, күйеуімнің сенімін бұзуға ешкімнің құқығы жоқ екенін түсіндім. Бұл енді аяқталды, дедім қатқыл, бірақ сабырлы даусыммен. Барлығы үшін кешірім сұраймын, бірақ мен сізге ешқашан көңіл бере алмаймын. Құда көзін төмен түсіріп, баяу бас изеді. Оның ішінде өкініш пен түсіну араласқан. Мен үшін ең маңыздысы өз абыройымды сақтау, ешкімнің сезімін пайдаланбау еді. Күйеуім мені көріп қолымды қысты. Оның көзіндегі сенім мен тыныштық мені жеңілдетті. Біз бірге отырып, барлығын ашық сөйлестік. Енді біздің қарым-қатынасымыз бұрынғыдай сенімге және махаббатқа негізделген еді. Құда мен құдағи ресми түрде арасын реттеп, жағдайды тату жолмен шешуге тырысты. Балалардың алдында ешқандай кері әсер қалдырмай, әрқайсысы өз жолын таңдады. Кейде өмір бізді сынайды, ал ең маңыздысы шындықпен бетпе-бет келіп, дұрыс шешім қабылдау. Тойдағы бір ауыз сөз басталғанда бәрі шатасқандай көрінгенімен, соңында мен өз өмірінің басқышын қайта тұрғыздым.